Қазақстан Ауғанстанға азық-түлік тасымалдау көлемін арттыруға дайын. Астана клубының пленарлық отырысында баяндама жасаған елбасы осылай деп мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев ауған халқына гуманитарлық көмекті Біріккен ұлттар ұйымы арқылы іске асыруды ұсынды. 3 күнге жалғасқан Астана клубының отырысын бүгін пленарлық сессия түйіндеді. Тұңғыш президент алдымен Қазақстанның тәуелсіздік жылдары жеткен жетістігіне тоқталды. Қазақстан Азия мен Еуропаны жалғаған транзиттік көпірге айналды. 15 000 шақырым шекарамыз шегенделді. Ал елорда қазір Еуразия үшін маңызды шешімдер қабылданатын алаңға айналған. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 16 есе артты. Бүгінде біз орталық Азиядағы алып экономикаға айналдық. Елімізге 350 миллиард доллар тікелей шетелдік инвестиция тартылды. Алтын валюта қоры 100 миллиард долларға жетті. Қызмет көрсету және өнеркәсіптік экономиканың құрылысы қарқынды және белсенді индустрияландыру жүріп жатыр. Бұл шикізат ресурстарына тәуелділіктен арылу мақсатында. Әлем елдерін Ауғанстанның қазіргі ахуалы алаңдатып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев бұл елдің гуманитарлық дағдарысқа ұшырауы мүмкін екенін айтады. Салдарынан босқындар қатары көбейеді. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше биылдың өзінде 400 мыңнан аса ауған азаматы босқынға айналған. Елбасы халықаралық күшті Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға жұмсау керегін айтты. Қазанның ортасында біздің делегация бастаған топ ауған жеріне 5000 тонна ұн жеткізді. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы арқылы азық-түлік тасымалдау көлемін арттыруға дайын. Мен халықаралық донорларды гуманитарлық көмек көрсету үшін Қазақстанның мүмкіндіктерін белсенді пайдалануға шақырғым келеді. Осы тұрғыда Алматыда Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстанды оңалту жөніндегі халықаралық орталығын құру туралы идеямның өзектілігі артып келеді. Мыңдаған ауған жастары Қазақстанның жоғарғы оқу орындарынан білім алды. Ауғанстан мәселесіне мұқият бағдар жасап әрекет ету керек. Тұрақтылыққа қол жеткізу үшін стратегиялық көзқарас қажет. Бұл ретте шиеленіс аймағынан ынтымақтастық аймағына өту үшін Қазақстан бітімгерліктің ерекше алаңына айнала алады. Ядролық қауіпсіздік мәселесі сессияда қаралған өзекті тақырыптың бірі. Нұрсұлтан Назарбаев елордада ядролық қаруды таратпау жөнінде жаһандық форум өткізуді ұсынды. Сарапшылардың сөзінше қазір ядролық державалардың ортақ мәмілеге келуі қиындап бара жатыр. Геосаясатта қару-жарақ жарысының жаңа кезеңі басталып кетуі мүмкін екенін айтады. Әсіресе ақш пен Ресей келіссөзі шиеленісіп тұр. Мысалы 2026 жылы стратегиялық қарулар жөніндегі келісім өз мәресіне жетеді. Бірақ әрі қарай бұл халықаралық маңыздылығы өте жоғары келісім әрі қарай жалғасады ма, жалғаспайды ма, ол мысалы ашық мәселе, ашық сұрақ. Одан бөлек ядролық сферада жаңа ойыншылар пайда болып жатыр. Мысалы Қытайды айтсақ, Қытай бүгінде осы әлемдегі бір зымырандық қару-жарақты дамытып отырған бірден-бір ойыншы. Спикерлер жаһанды жайлаған пандемия салдарына да тоқталды. Дамыған елдер ревакциналауға көшкенімен, дамушы мемлекеттерге екпе жетпей жатыр. Дүние жүзінде жаңа теңсіздік пайда болды дейді олар.